Қадірмен достар, бұл Аладоп аламаны өздеріңіз білесіздер. Қазір Еуропада чемпионат өтіп жатыр. Евро 2020 додасы өте қызықты матчтарға толы болып жатыр. Бүкіл жанкүйерлердің назары сонда, бірақ біз қазір осы Еуропа чемпионатынан бөлек Қазақстан премьер-лигасының матчтарына да тоқталсақ деп отырмыз. Өйткені 15-ші тур матчтары кеше ғана аяқталды. Вахид Масудовтың айқайы, Тобыл мен Астананың тартысы, өте қызықты матчтар болды, және осылардың барлығына да тоқталамыз. Және айтпақшы, Еуропа чемпионатында Кристиан Эриксен үлкен бір жарақат алып қалды. Осыған байланысты Эриксеннің еміне деп ақша жинап жатқан қазақстандық жанкүйерлер де бар екен. Ал біз Эриксеннің қазіргі жағдайы қандай болып жатыр, оны бас дәрігерден сұрадық. Ендеше кеттік. Мұхаммед, неге қарап жатырсың? Сен Қазақстан чемпионатында ең көп гол жіберген команданың кім екенін білесің бе? Білем ғой, Жетісу 28 гол жіберген. Сол Жетісу осы турда да өте әдемі гол жіберді. Ақтаулық Каспий керемет гол салды. Қадірмен көрермендер, сол ойынның видеосын тамашалап алайық. Я всю ситуацию по Эриксену не знаю, только все со средств массовых информаций. И сейчас что-то мне говорить, наверное, неправильно будет, но могу одно сказать, что по результатам состояния его на сегодняшний день, что пишут СМИ, считаю, что медицинская бригада, которая находилась на поле, оказывала первую медицинскую помощь, отработала на высоком уровне. Все, что я могу сказать. Это время же нужно, чтобы его отвезти. Поэтому это время ни секунды не теряя, нужно оказывать первую помощь экстренную как раз-таки там на поле. Потому что от этих реанимационных мероприятий все и зависело. Думаю, что это сыграло большую роль на сегодняшнее его состояние, скажем так. То, что он, вообще жив остался. И сейчас я так понимаю, что состояние уже его стабилизировалось. Ал енді кеше Қазақстан бірінші лигасында да бір оқиға болды. Қайраттың ойыншысы Лев Кургин деген 20 жасар бала жасыл алаң ортасында құлап қалды. Бүкіл ақпарат көзіне шықты. Осыған байланысты түсініктеме беріп жіберсеңіз, дәрігер. По Кургину, разговаривал с ихним доктором командным. На сегодняшний день его состояние тоже стабилизировалось. Находится сейчас на стадии обследования, то есть пока еще причину не знают, почему это случилось. Как только появятся какие-то результаты, думаю, что мы тоже их узнаем. Тамаша, сосын енді бізге көптеген жанкүйерлер жазып жатады. Енді мынау футболшылар ұлттық құрамада ойнайтын. Зайнудинов бар, басқа да футболшылар жаңа. Марат Быстров секілді. Олар күзде сентябрьде, 1 сентябрьде Украинамен ойнаймыз. Сол кезде олар жаттығып біздің ұлттық құрамаға көмектесе ала ма? Бахтияр Зайнудинов, он после операции, в принципе, его состояние сейчас соответствует перенесенной операции. На ближайшие сборы со своим клубом, ЦСКА, за кого он играет, уже в первых сборах он будет участвовать, правда, по индивидуальной программе пока еще. По Быстрову он тоже уже на сборах сейчас со своей командой тоже будет принимать участие. То есть к осени они уже, я надеюсь, что будут в рядах нашей национальной сборной. 5 мың, 10 мың, 15 мың, 20 мың, 30 мың. Ербол!
Не деген ақша? Мен тауып алдым міне. Сен білесің ғой, Ордабасының ойыншылары 3 ай бойы жалақы алмай тұр. Енді менен қарызға сұрап жатыр. Сенен қарызға ақша сұрап отыр ма? Масқара. Маймақыланбы әсіресе. Масқара, мінекей осындай жағдай. Қадірмен көрермендер, Ордабасы командасы ақ жайықты бірден үлесемен жеңді. Сол ойындағы керемет голды тамашалап алайық. Ермаш, мынау көмір ғой. Не үшін алдың? Ербол, өзің білесің ғой, Қарағандының шахтері бар ғой, кеншілер. Солар қазір қиын жағдайда. Турнир кестің соңында. Соларға көмек болсын деп көмір сатып алып жатырмын осылай. Дұрыс. Айтпақшы, Шахтер өз алаңында Қызылжардан ұтылды. Осы матчтың видеосын тамашалаңыздар. Ербол, креслоға отыруың құтты болсын. Рахмет. Танимир Стойлов та жаңа креслоға отырды бол. Қош, Нижний Новгород командасына бапкер болған рас па? Оған қоса Григорий Бабаянды өзінің орынбасары ретінде өзіне алып кетеді. Масқара, тобыл бапкерсіз қалады. Ал Дмитрий Шамко ше? Ол да Нижний Новгородпен келісім шартқа тұрады. Ешқандай қаралымға бармай, Тамаша жаңалық. Қадірмен көрермендер, кеше осы Астана мен Тобыл командалар бір-бірімен кездесті 15-ші турда. 15-ші турдың маңызды ең орталық кездесу болатын. Сол ойынның видеосын тамашалап алайық. Ермұхамед, тұра ғой, неге ұйықтап тұрсың жұмыстың кезінде? Ербол. Қайсар мен Тұраның ойынын көріп жатқан ғой. Қалай ұйықтамайсың мынандай матчқа? Ол ойын бүкіл қазақ жанкүйерлерін күтті ғой. Түк қызық емес. Бауырым, мынау кружкаларың қаншадан? 3.000-нан тұрады. 3.000-нан? Қымбат қой. Осындай бағалар бізде. Ана құрама команданың жейдесі ше қанша тұрады? Қымбат емес, 9.000-нан. 9.000? Онда мынау сүмке ше рюкзак қанша тұрады? Сүмкелер 10.000-нан тұрады, бауырым. 10.000-нан? Енді барлығын алсам, маған жеңілдік бар ма? Әрине, қазақ біз ғой, сөйлесеміз. Келісеміз ғой, Онда маған мына значокты бересіңші. Жақсы. Ермұхамед, соңғы подводка қалды ғой. Не айтамыз? Әлде сен жерлестерің туралы ештеңе айтпайсың ба? Енді білмей тұрмын. Не айтам, жеңіліп қалды ғой. Қадірменді көрермендер, Тараз бен Қайраттың арасындағы ойынның видеосын әшейін былай-ақ көре беріңіздер.